Экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туыстарының, мәжілістің бұрынғы спикері Нұрлан Нығматуллиннің және ескі Қазақстанның бірнеше өкілінің Дубайда қымбат, жылжымайтын мүлік түріндегі көптеген активтері бар екені анықталды деп хабарлайды Дала Инсайт дереккөзі. Дала Инсайт мәліметінше, бұрынғы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жұбайы, Астана балет театрының арт жетекшісі Әсел Құрманбаеваның Дубайдан құны $270 мың асатын пәтері анықталған. Құрманбаева 2000 жылдары офшорлы компаниялар арқылы Назарбаевтың жақын адамдарынан $30 миллион алғаны белгілі болды. Ал мәжілістің экс-спикері Нығматуллиннің әйелі Венера Баймырзаевадан ондаған жылжымайтын мүлік анықталды. Дереккөзде Венера Баймырзаеваның атына Дубайда жалпы құны $4,3 миллион асатын 50-ден астам жылжымайтын мүлік тіркелген. Одан бөлек, орталық сайлау комиссиясының бұрынғы басшысы Берік Имашевтың ұлы Әлжан Имашевтың Дубайдағы Назарбаевтың екінші әйелі қоныстанған жасанды арал аумағында құны $1 миллион асатын пәтері болған. Айта кетейік, құны шамамен $200 мың тұратын пәтер орталық сайлау комиссиясының бұрынғы басшысы қызметін атқарған Имашевтың әйелі Лейла Айдарбековадан да анықталып отыр. Бұл тізімді беделді қызмет атқарған тағы бірнеше шенеунік толықтырады. Алматы облысының бұрынғы әкімі Амандық Баталовтың әйелі Бағдат Баталова Дубайдағы элиталық тұрғын үй кешенінен құны шамамен $210 мың тұратын 2 бөлмелі пәтерді иемденген. Істі болған бұрынғы қорғаныс вице-министрі Бағдат Майкеевтің Дубайда құны $500 мың асатын пәтері бар. Бұрынғы ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымовтың әйелі Дина Қасымованың да есімі анықталды. Оның құны $400 мың асатын бір бөлмелі пәтері болса, Қазмұнайгаздың бұрынғы басшысы Алик Айдарбаевтың ағасы Ержан Айдарбаев жалпы құны $570 мың асатын 2 бөлмелі пәтердің 3-ін иемденген. Ал сотталып, түрмеде жазасын өтеген Назарбаевтың немеренісі Қайрат Сатыбалдының Дубайда құны $2,2 миллион асатын 5 пәтері бар екені белгілі болды. Экс-президенттің қызы Дариға Назарбаеваның күйеуінің де туыстары бірнеше мүлік иеленген. Қайрат Шәріпбаевтың қызы Қорлан Шәріпбаеваның атына Дубайда шамамен $250 мың тұратын пәтері бар екені белгілі болды. Қаңтар оқиғасы бойынша тергеліп жатқан ішкі істер министрлігінің бұрынғы басшысы Ерлан Тұрғынбаевтың ұлы Марлен Тұрғынбаевқа құны $347 мың тұратын пәтер тиесілі болса, Шығыс Қазақстан облысының экс-әкімі Даниал Ахметовтың ұлы Талғат Ахметовтың атында шамамен $1,6 миллион тұратын вилла бар. Ал Түркістан облысының экс-әкімі Өмірзақ Шөкеевтің ағасы Серік Естай мен жұбайы Айжан Асанованың атында жалпы құны $1,7 миллион жуық 8 пәтер бар екені белгілі болды. Одан бөлек, құқық қорғау органдарының бұрынғы жоғары лауазымды қызметкері Сергей Кузьменканың атында да мүлік бар екені анықталды. Кузьменканың Дубайда құны $348 мың болатын 2 бөлмелі пәтері бар болып шықты. Бұл туралы біз алдағы уақытта тағы да айтамыз, арнамызға жазылып алыңыздар.